Шыңғысхан туралы америкалық бестселлер алғаш рет қазақ тілінде жарық көрді. Астанада өткен тарихи кітаптың таныстырылымына туынды авторы тарихшы әрі антрополог Джек Уэзерфордтың өзі қатысты. Америкалық зерттеушіні көшпелі халықтың тұрмыс салты, дәстүрі бұрыннан қызықтырады. Ол Шыңғысхан туралы кітап жазуды бала күннен армандаған. Бүгінде тарихи басылым әлемнің 50-ден аса тіліне аударылып, миллиондаған тиражбен сатылды. Аудармашылар кітап беттеріндегі құнды дүниелер оқырманға жеңіл әрі түсінікті тілмен жазылғанын айтады. Оны қазақ тіліне аударуға 1 жылдай уақыт кеткен. Тарихи туынды шілде айында толық тиражбен басылып шығады. Кеште сондай-ақ шетелдік тарихшы Джу Юп Лидің түркі халықтары әлем тарихында атты кітабы да таныстырылған. Осы кітапты бастамас бұрын 2 жылда іздендім. Туындыны жазып бітіруге 4 жылдай уақыт кетті. Қазір зейнетке шықсам да зерттеуді тоқтатқан емеспін. Қазақстан мен Моңғолия мен үшін жаныма жақын елдер. Тұрғындар әлі күнге дейін бұрынғы салт дәстүрді берік ұстанады.